Ел арасында үкілі бала деп танылған, Аралда тұратын жас емші бар деп шалғайға сабылған жұрт, енді арнамыз арқылы сол баланың өзіне іздеу салып жүр. Емші баланы ауылынан таппаған ел Ақтөбеге іздеп келіп жатыр. 9 жылдан бері төсекке танылған Үрзада апайда Ерболсының емі үшін тіпті Түлкібастан келіпті. Таппай жүрдім ғой бұны. Аралығымда да болғам. Мен жүрем айтып. 9 жыл болды. Жатып тағам. Енді Құда қаласа, осы таяғым тастап жазылып кетсе. Құранда басына түскен қиындықтарға сабыр етіп, Алланың рахметіне бөленген Аюб пайғамбардың оқиғасы баяндалады. Ол ең әуелі өзінің бар малынан айырылса, сонан соң құлаған үйінің астында қалып, әйелінен басқа бүткіл отбасы қырылады. Онымен қоймай өзі де жан баласы жуымайтын алапес ауруына шалдығып, тірідей шірей бастайды. Сад сүресі 41 аят. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам: құлымыз Аюбты есіңе ал. Сол уақытта ол Раббысына: рас, мені шайтан бейнет және қинауға ұшыратты деп жалбарынды. Бұл аятта Аюб пайғамбар өзінің басына келген бар бақытсыздықтың шайтан арқылы келгенін айтады. Демек, бұл адам баласы ұшырайтын қандай да болмасын бәле-жала, ауру сырқауларға шайтандардың қатысы бар екенін білдіреді. Адам баласы ұшырайтын қандай болмасын бәле-жала, ауру сырқауларға шайтандардың қатысы бар. Бірақ олар мұны Алланың қалауынсыз жүзеге асыра алмайды. Ал Алла тағала болса, оларға осындай мүмкіндік бере отырып, оны адамдар үшін сынақ етеді. Яғни ол адам баласын шайтандар арқылы келетін жамандықтар арқылы сынайды. Сәба сүресі 21 аят. Негізінде Іблістің оларға еш ықпалы жоқ еді, бірақ ақиретке сенген кісі мен күдікте болғанды ажырату үшін ғана. Раббың әр нәрсені қорғаушы. Қайта тірілетін ақирет күніне сенген адамдар Алладан қорқып, оның тыйғандарынан тыйылып, одан жәрдем сұрау арқылы шайтаннан сақтанса, ақиретке сенбейтін жандар Аллаға қарсы шығады да сол себепті де толықтай шайтанның ықпалына түседі. Сосын шайтандар өздерін қандай бейнетке ұшыратса да қарсы тұра алмай, дәрменсіздік танытып солардың ықтарына жығыла береді. Олар надандықпен өздерінің ата-бабаларының немесе қасиетті адамдардың аруақтарына сыйынып, шайтандардың қастықтарынан сол аруақтардан пана таппақ болады. Олар аруақтардың кейіптеріне еніп, өздерін алдап жүрген сол жын шайтандардың өздері екендігін білмейді. Сол себепті де олар шайтандарға қарсы, шайтандардың өздерінен жәрдем сұрап ақмақ болады. Олар аруақтарға деген сенімдеріне орай өздерін қолдап қорғап, желеп-жебеп жүрсін деп, сол аруақтарды риза етуге тырысады. Сол аруақтардың киесі ұрады деп қорғып, оларға қатысты тыйымдарды қатаң ұстанады. Аруақтарға қатысты осындай қорқыныштан халық арасында Құдай атқан оңалар, аруақ атқан оңалмас деген мақал тараған. Мұндай жандар аруақтардың адамға қону барысында оны ауыртып қинап, түрлі машақатқа салатынын да біледі. Және аруақ ұстанғысы келмеген жандардың ауру сырқаудан шықпай, бастарынан қиындық арылмай көп бейнет көретіндері, олардың тіпті аяқ астынан өліп кететіндерін де біледі. Сондықтан олар аруақ болып рөл ойнап жүрген жын шайтандардың дегендеріне көніп, айтқандарын бұлжытпай орындауға тырысады. Осылайша олар сырқаттарынан сауығып, қиындықтарынан құтылып, жолдарының ашылуы үшін жын шайтандарды риза етуге барын салады. Ал егер аруақтарды қатты риза ете алса, онда олардың таңдаулары түсіп, олардың баталарын да алуға болады. Мұндай жағдайда олардың бойларында емшілік, көріпкелдік тәрізді қасиеттер пайда болып, мұнан басқа да бұрын байқалмаған түрлі дарын, қабілеттері аяқ астынан ашылған болар еді. Аруақтарға табынушылардың көпшілігі олардың батасын алып, қасиет қонған адам болуды армандайды. Бірақ екінің біріне аруақ қуана бермейді. Ол үшін адамның бойында белгілі бір қасиеттер мен қуаттық әлеует мол болуы шарт. Сол себепті де аруақтар кезінде өздері қонған бақсы балгерлердің тұқымдарын жағалап жүреді. Өйткені емші балгер болу үшін қажетті белгілі бір қасиеттер тұқым қуалап, кезінде бақсы балгер болған адамның кейбір ұрпағының бойынан көрініс беріп қалады. Аруақ, жын шайтандар міне осындай жандарды айналдырып өздеріне икемдеп алады. Ол үшін жын шайтандар ондай адамдарды ауыртып, түрлі бейнеттерге ұшырата отырып, оларды өз дегенде
өздеріне көндіруге тырысады. Ал өздеріне бой ұсынған кезде олардың аурулары мен бейнеттерін айықтырады да, жүректерін ашып қасиет қондыру арқылы оларды өздеріне қызмет ететін бақсы балгерлер етіп алады. Сонан соң олар қарапайым адамдарды да түрлі ауру сырқау қиындықтарға ұшыратып, оларды сол емші бақсы балгерлерге баруға мәжбүрлейді. Қол қусырып бақсы балгерлердің алдарына барып, олардан жәрдем күтіп жаутаңдаған жандарды дерттері мен қиындықтарынан айықтыру арқылы оларды да өз тұзақтарына алдап түсіреді. Яғни әлгі ем іздеп барған адамды мазалап жүрген жындарды уақытша қуып жібереді. Белгілі бір уақыт өткен соң жындар әлгі адамды қайтадан мазалай бастайды. Осылайша әлсіз адамдар емшінің тұрақты клиентіне айналады. Дерттерінен айығып, қиындықтары шешіліп, жолдары ашылған мұндай жандар өздері аруақтар деп білетін жын шайтандарға қолдық ұрып, сол аталар жатқан жерлерді қасиет тұтатын болады. Оларды риза ету үшін бақсы балгерлердің айтқандарын мүлтіксіз орындап, сол аталар жатқан қасиетті жерлерде тәуап ету үшін бейіт кезіп кетеді. Осылайша жын шайтандар аруақ болып қона отырып, емші көріпкелдерді өздеріне қызмет еткізіп, оларды Аллаға серік қосу күнәсіне әбден батырады. Және соларды пайдалана отырып, халықты да ширк күнәсіне тартып, оларды да Алланың қаһарына ұшыратады. Осылайша аруақ қонған жандар өздерінің адасқандарымен қоймай, өзгелерді де адастырып, күнә үстіне күнә жүктеп, түптің түбінде арылмас азапқа қалатын болады. Емшіні немесе көріпкелді әбден күнәға батырып болған соң, жын шайтандар оларды тастап кетеді. Емші көріпкелдердің айтқандарына қалтқысыз сенетін жандар өздерінің сыйынып, табынып жүрген аруақтарының бұрын қайтыс болған бәленше атаның, түгенше атаның рухтары екендіктеріне еш күмән келтірмейді. Тіпті кейбір емші көріпкелдердің өздері де аруақ деп жүргендерінің шын мәнінде жын шайтандар екенін біле бермейді. Тек көп жылдар аруақ ұстанған кейбір бақсы балгерлер ғана аруақтардың қайтыс болған адамдардың рухтарына еш қатысы жоқ екенін түсінеді. Олар өздерінің бейіт мазарларды мекендеп, қайтыс болған адамдардың кейіптеріне еніп, солардың аттарынан аян беріп жүрген жын шайтандармен байланысып жүргендерін жақсы біледі. Бірақ олар оны ашып айтпайды. Өйткені олар жын шайтандармен байланысып жүрген адамнан гөрі қайтыс болған адамдардың рухтарымен байланысып жүрген адам болып көрінгенді жөн көреді. Жын шайтандар кезінде өздері аруақ болып қонып, бақсы балгерлік қабілет сыйлаған кісілер өлген соң, олар жатқан бейіттерін мекен етеді. Сол арқылы олар кезінде қасиетті болған адамдардың өздері өлсе де, рухтары сол жерден кетпей іздеп келіп тәуап еткен адамдарға жәрдем етіп жүреді деген сенім тудырады. Сонан соң олар қайтыс болған кісілердің әруақтары болып көріну арқылы адамдарды өздеріне сыйындырып, табындырып, оларды Аллаға серік қосу күнәсіне әбден батырады. Жын шайтандар неге қайтыс болған адамдардың кейпіне еніп, олардың аттарын жамылып әрекет етеді? Өйткені олардың адам баласына қатысты бар іс-әрекеттері дұшпандық ниетпен астарланып, адамдарды зиянда қалдыруға бағытталған. Сол себепті де Құранда олардың адам баласына дұшпан екендіктері ескертіліп, оларға сыйынып құлшылық етуге қатаң тыйым салынады. Ясин сүресі 60-62 аят. Әй адам баласы, сендерге шайтанға табынбаңдар. Әрине ол өздеріңе ашық дұшпан деп серт бермедім бе? Маған құлшылық қылыңдар, осы тура жол. Расында ол сендерден көптеген топтарды адастырды. Сонда да түсінбейсіңдер ме? Фатыр сүресі 6 аят. Әлбетте, шайтан сендерге дұшпан. Сондықтан оны дұшпан тұтыңдар. Ол өз тобын, яғни өзіне ергендерді, тозақ иелері болулары үшін уағыздайды. Алла тағала осылай ашық ескерткендіктен көптеген адамдар, солардың ішінде мұсылмандар, жын шайтандардан бойларын аулақ ұстауға тырысады. Алла тағала өзінен басқаларға сыйынып жалбарынуға тыйым салып, шайтанға құлшылық етпеңдер, олар сендерді тозаққа түсіреді деп шындықты жария етсе де, кейбір адамдар өздерінің аруаққа деген сенімдерінен бас тартпайды. Олардың осы бір адасушылық сенімдерін шебер пайдаланған шайтандар оларды өз тұзақтарына алдап түсіріп, оларды өздеріне табындырып қояды. Ибрахим сүресі 22 аят. Іс біткен уақытта, қиямет күні, шайтан, расында Алла сендерге шындықты уәде етті. Сондай-ақ мен де сендерге уәде еттім де, сөзімде тұрмадым. Негізінде сендерді шақырғаннан басқа еш өктемдігім жоқ еді. Сонда да сендер шақырғанымды қабыл алдыңдар. Ендеше мені сөкпеңдер де, өздеріңді сөгіңдер. Мен сендерді құтқара алмаймын. Сондай-ақ сендер де мені құтқара алмайсыңдар. Расында, бұрын мені Аллаға серік етіп қоссаңдар, оған менің қатысым жоқ, дейді. Шын мәнінде залымдарға жан түршігерлік азап бар.